Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Кешкі тікелей эфирді бастап отырмын. Енді бүгінгі тікелей эфир мына қазір қосылып жатыр адамдар. Менің дауысым естіле ме? Сол туралы жазып өтсеңіз, дауысым естілсе, онда қазір мен негізгі тақырыпқа бастай берейін. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып өтсеңіздер. Дауысым естілсе, онда қазір бастайық. Енді онда бастайық, құрметті ағайын. Енді өздеріңізге белгілі, кеше ғана біз осы Ақордаға барып, Астанаға барып, мына халықтың аманатын түгелдей жеткіздік, тапсырдық. Мына бірден осы тікелей эфирді ары қарай жүргізбестен бұрын айта өтейін. Енді мына биліктің ақпарат құралдары, биліктің тролльдары, жалпы осы Қазақстанда несиелік амнистия болмасын, халықтың несиелік борышы кешірілмесін деген әртүрлі шенеуніктер мен биліктің, Назарбаевтың билік өкілдері қазір жанталасып жатыр. Бізге қарсы ақпараттық науқан жүргізіп жатыр. Сондықтан мен сіздерден сұрайтыным, осы тікелей эфирдің астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар. Несиелік амнистияны Қазақстанда қолдайсыздар ма? Осы көтеріліп жатқан аса маңызды халықтық бастаманы сіз қолдайсыз ба? Осы дұрыс па? Сол туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып өтулеріңізді мен сұраймын, және барынша осы тікелей эфирді таратуға шақырамын. Өйткені қазір ақпараттық үлкен соғыс басталды деп айтуға болады. Ақпараттық соғыста біз жеңуіміз керек. Өйткені біз мыңдаған, жүз мыңдаған, миллиондаған халықтың мүддесін көтеріп отырмыз. Біз бір ат төбеліндей топтың, банкирлердің, олигархтардың, Назарбаевтың айналасында жүрген байшыкештердің мүддесін көтеріп отқан жоқпыз. Біз миллиондаған халқымыздың қиын жағдайда қалып отырған, табысынан айырылып отырған, жұмысынан қағылып отырған халықтың мүддесін көтеріп, осы несиелік амнистия бастамасын көтеріп отырмыз. Сондықтан сіздерден қолдау күтеміз. Кеше біз Астанаға бардық. Енді барлығын өздеріңіз тікелей эфирден көрген боларсыздар. Барлығын тапсырдық. Мына қаншама арыз жиналды осы күнге дейін. Солардың барлығын тапсырдық. Мына барлығын қабылдап алды кеше биліктің өкілдері. Мына бізге енді кейбіреулер сұрақ қояды. Кеше мен көріп отырмын, мына республикалық телеарнадан айтады: неге осы адамдарды ұстаған жоқ? Не үшін ұстайды екен? Біз бүкіл мына халықтың аманатын арқалап, биліктің өкілдеріне Ақордаға несиелік амнистияны жарияласын, осы несиелік амнистияны жариялауын қолдаймын деген арыздарды ресми түрде апарып бердік. Ресми түрде апардық. Барлығы электронды нұсқалар болса, электронды нұсқалары, жазбаша нұсқалар болатын болса, жазбаша нұсқалары түгелдей тапсырдық. Бір қалған жоқ. Барлығы тіркелді, барлығы қабылданды. Енді осы жерде маңызды сұрақ. Көп адам сұрап жатыр: мен несиелік амнистия бойынша арыздарды жазып үлгерген жоқпын, мен не істеймін деп сұрақ қойып жатқандар бар. Әлі күнге шейін несиелік амнистия бойынша арыздарын жіберіп жатқан адамдар бар. Мен оларға айтам: біз осы арыздарды, 100 мыңға тарта арыз бар, осы арыздарды жинадық. 20 күннің ішінде жарғақ құлағы жастыққа тимей, жатпай тұрмай біздің жігіттер, біздің штабтың өкілдері, бастамашыл топтың өкілдері барлығы жұмыс істеді. Оңай жұмыс емес. Оның барлығын мына өңдеді, жөндеді, тіркеді. Сондықтан үлгермей қалған адамдарға мен айтатыным, біз тек қана арыз жазған адамдардың несиесі кешірілсін деген мәселені қозғап отқан жоқпыз. Біз бүкіл халықтың несиесі кешірілсін деген мәселені қозғап отырмыз. 5,3 миллион халықтың 4,4 триллион теңгені құрайтын несиелік қарызы бар. Міне осы қарызды толығымен кешіруді біз талап етіп отырмыз қазір. Бүкіл халыққа несиелік амнистия жариялану керек деген мәселені қозғап отырмыз. Биліктің мына экономистері айналасында жүрген, осы бұрын соңды аттары шықпаған, ешкім білмейтін бір экономистер шыға келіпті кешеден бері. Ойбай, бұл мүмкін емес. Қазақстанда несиелік амнистия жариялауға болмайды. Ақшаны қайдан аламыз деп шығыпты. Мен соларға айтқым келеді: ей, сендер биліктің жандай шаптары, кеше Назарбаевтың банктеріне, Назарбаевтың отбасы мүшелеріне, тиесілі банктерге миллиардтаған доллар ақшаны беріп жатқан кезде сендер неге шыққан жоқсыңдар? Ей, бұл ақшаны қайда шашып жатсыңдар? Неге беріп жатсыңдар банктерге? Халыққа берейік, халыққа көмек көрсетейік деп неге біреуің шыққан жоқсыңдар? Ауыздарыңды
Буған өгіздей болып отырдыңдар, үндеген жоқсыңдар. Ал енді халыққа бір көмек көрсетейікші. Халықтың мүддесін қорғайықшы. Осы әрбір қазақтың үйінде, Қазақстан азаматының үйінде бір тілім нан артық болсын. Балалары аш қалмасын. Анау несиеге төленіп жатқан ақшаға азық-түлігін сатып алсын, дәрі-дәрмегін сатып алсын, көмек болсын. Мына мемлекет халыққа 30 жылда бір рет көмек көрсетсін деген бастаманы көтеріп едік. Барлығы осы биліктің айналасында жүрген әртүрлі журналистері бар, телеарналары бар, ана билікке жақын экономист сымақтары бар, саясаттанушы сымақтары бар. Барлығы шығып, ақша жоқ, мүмкін емес деген сөзді айтты. Мен оларға сұрақ қойғым келеді. 2008 бен 2020 жылдың аралығында Назарбаевтың банктеріне, 5-6 банкке 5 триллион теңге ақша берілді, көмек көрсетілді. Бір тиыны осы күнге шейін қайтқан жоқ. Бір тиынын берген жоқ. Колебаев, Утемуратов, Машкевич, Шодиев, Ибрагимов сияқты банкерлер бір тиынын қайтарған жоқ. 2017-2018 жылдар 4,5 триллион теңге көмек көрсетті. Бір тиынын қайтарған жоқ. Үшті күйлі жоқ ақша. 2008 жылы банктерге 4 миллиард долларды берген кезде Назарбаев өзі айтты. Бұл ақшаның барлығы қайтадан бюджетке қайтуы керек, қайтадан қазынаға түсуі керек деді. 2013 жыл айтып отыр. 4 жылдан кейін, 5 жылдан кейін. Сол бөлінген 4 миллиард долларда, одан кейін бөлінген 6 миллиард, жалпы сомасы 10 миллиард долларда экономикалық қиындықтар жеңуге бөлінген ақша $1 қайтқан жоқ, үшті күйлі жоқ болып кетті. Не істеді? Ұрлап алды, тонап алды. Қалталарына басып алды, офшорға жіберді. Сол кезде неге, мысалға, сол экономистері бар, сол журналистері бар, сол телеарналары бар биліктің, неге сол кезде өре түрегелген жоқ? Біздің көтеріп отырған бастамамыз өте орынды бастама, өте қажет бастама. Қазір айтар, карантин дейді. Карантинде үйде отырыңдар, арақашықтықты сақтаңдар, жұмысқа шықпаңдар, далаға шықпаңдар дейді. Сонда халық аштан қырыла ма? Халық сонда не жейді? Отбасын қалай асырайды? Бала шағасына не береді сонда? Қалай күн көреді? Америка Құрама Штаттарында әрбір азаматқа көмек көрсетіп жатыр. $1200 төлейді. Әрбір балаға $500 төлейді. Ал енді мына Германияда әрбір азаматқа көмек көрсетеді. Жұмыстан айырылды ма 90% ақшасын төлеп отыр, мысалға жұмысқа шықпаған кезде. Францияда көмек көрсетеді, Италияда көмек көрсетеді, Испанияда көмек көрсетеді, Жапонияда $1000 береді. Оңтүстік Кореяда $300-800 дейін береді. Ешқайсысы айтып отқан жоқ қой, осы үкіметтің, осы елдердің үкіметтері айтып отқан жоқ. Бұл популизм. Халыққа көмек көрсетуге болмайды. Көмек көрсетпейік оларға деп бірде-бір үкімет айтып отқан жоқ. Бірде-бір адам, бірде-бір журналист, бірде-бір экономист осы туралы айтып отырған жоқ. Көмек көрсетуге болмайды халыққа. Бұл популизм дегенді бір адам айтпайды. Өйткені олар дені дұрыс мемлекеттің, дені дұрыс биліктің өкілдері. Ал енді бізде халыққа көмек көрсету керек десе, билік жаппай қарсы шығып жатыр, биліктің жандай шаптары. Сондықтан осында үлкен ақпараттық науқанды қазір бастап жатыр. Мен мына білемін, осы республикалық бір телеарнаға мені де шақырды ертең. Айтам, дискуссия өткізейік осы несиелік амнистия бойынша дейді. Мен басында келісім бердім. Кеше сюжеттерін көрдім. Ертең олар өздерінің бағдарламасын айтатын болса, мен де ашып тасталқан шығарып айтайын деп отырмын осы туралы. Олар не істейді? Олар тікелей эфирде көрсетпейді ол бағдарламаны. Барлығын жазып алады. Сосын биліктің жандай шаптарына көбірек уақыт береді, соларды сөйлетеді, жоққа шығарғысы келеді. Ал тікелей эфирде өткізуге батылдар жетпейді. Тікелей эфирде айтысуға. Мен шақырам биліктің өкілдерін. Тікелей министр шақырайық, ұлттық банктың төрағасын шақырайық, президент әкімшілігінің жетекшісін шақырайық, премьер-министрді шақырам, Маминді. Оның ана бірінші орынбасары Смайылов бар. Кім бар? Банктың өкілдері болсын, ірі банктың басшылары. Ана жандай шаптарын жіберіп керек емес. 5-10 адамдарын барып кел, шауып кел, ананы істеп кел, бүйтіп кел, сөйтіп кел дейтін. Тікелей өздері шықсын. Тікелей эфирге шығайық, тіпті интернетке шығайық, менің парақшамда шығайық. Мамин, Тоқаев, кім бар? Кез келгенмен тікелей эфирде шығып, осы туралы айтсайық. Мен өзімнің позициямды айтайын. Сондықтан біздің қазіргі көтеріп отырған мәселеміз орынды мәселе. Біздің жағымызда мына халықтың мүддесін көтеріп отырмыз, халықтың мәселесін көтеріп отырмыз. Ал енді жалпы осы бастаманы орындату ол біздің қолымыздағы шаруа. Мен осы жерде бірден ескертіп айтып өткім келеді.
несиесі бар көп қазақтың, көп халықтың бір менмін. Бірақ мен бірден айтамын, менің өзімнің мәселемді көтеріп отқан жоқпын. Менің несиемді мен өзім көтеріп отқан жоқпын. Бастысы бұл жерде мына миллиондаған халықтың мәселесі шешілу. Сосын біздің айтып отырғанымыз, бірден осы айқындап өтуіміз керек. Біз мына үлкен бизнестің, кәсіпкерлердің несиесін кешіру туралы мәселені қозғап отқан жоқпыз. Ол туралы арнайы бағдарлама болу керек, мына салық мәселесін көтеру керек. Одан кейін қымбат автокөліктер сатып алған, қымбат өте үйлер сатып алған деген сияқты әртүрлі адамдар бар ғой енді, мыңдаған адамдар бар. Олардың мәселесін көтеріп отқан жоқпыз. Біз қарапайым халықтың мәселесін көтеріп отырмыз. Мына 4,4 триллион теңге деп отырғанымыз миллиондаған 5,3 миллион халықтың несиесі. Олар біз көрдік, мына 100 мыңға тарта арыз жинаған кезде біз тікелей осылай бетпе-бет отырып сол халықпен сөйлестік. Бірі тойға, томалаққа, ду-думанға, бір автокөліктер сатып алуға, сондай бір жаңағы қымбат дүниелерге алып отқан жоқ. Барлығы қарапайым азаматтар. Дәрі-дәрмекке алған, тіпті балалардың киім-кешегіне алған, азық-түлікке алған адамдар бар. Қайтесіздер енді? Не, осындай жағдай болып отыр. Азық-түлікті қазір несиеге алып отыр. Өйткені 200 мың теңге орташа айлық дейді. Қазақстанда орташа айлық ресми түрде 200 мың екен. Сол 200 мыңды алатын адам да өте аз Қазақстанда. Сол мына ресми дерек 200 мың теңге орташа айлықтың 50% азық-түлікке жұмсалады екен Қазақстанда. 50% азық-түлікке жұмсалады екен. Сонда қалай күн көреді азаматтар? Қалай күн көреді мына халық? Ақшасының бәрін азық-түлікке жұмсайтын болса, сонда баспананы қалай сатып алады? Киім-кешегін қалай сатып алады? Ана балаларына керек жарақтарын қалай сатып алады? Халықтың жағдайы өте қиын. 1 миллион адам әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше 1 миллион адам осы шілде айында жұмыссыздардың қатарына қосылып отыр. 1 миллион адам ресми биліктің өз мойындап отыр. Қалай күн көреді сол 1 миллион адам, жұмыссыз адам? Олардың қоры жоқ. Олардың көбінің баспанасы жоқ. Пәтерақы төлейді. Балаларын оқыту керек. Қалай күн көреді? 800 мың адам халықаралық банктың есебі бойынша кедейлердің қатарына қосылады дейді Қазақстанда. Бұл ресми мәлімет. Бұл ресми мәлімет деген сөз, ол жұмсақтап, жауып, барынша жаңағы мүмкіндігінше жасырып көрсетілетін мәліметтер. Осыны 2-3 есе көбейтіңіз, сонда 1 миллион емес, 2-3 миллион адам жұмыссыз қалып отыр. Ол ресми тіркелгендер. Ал енді өз-өзін жұмыспен қамтитын тағы да миллиондаған адам бар. Сонда кемінде қазір 4-5 миллион халық өте қиын жағдайда отыр қазір. Мына коронавирустың әсерінен, карантиннің әсерінен. Егер осыдан бір 2-3 жыл бұрын, не болмаса осы карантинге дейін несиелік амнистияны біз талап ететін болсақ, онда мүмкін дұрыс емес те болады. Мүмкін. Ол кезде де дұрыс болатын еді, халыққа көмек көрсету. Бірақ биліктің айтатын аргументі болатын еді. Ал қазір біз айтамыз, форс-мажор. Яғни ешкім білген жоқ, халық білген жоқ. Қазақстанда, әлемде осындай коронавирус індеті өршиді. Карантин жарияланады. Жұмыссыз қаламын, табыссыз қаламын деп миллиондаған халық ойлаған жоқ. Үш ұйықтаса түсіне кірген жоқ, ешкім білген жоқ. Ал енді осындай жағдайда халықты енді көмексіз, жәрдемсіз осылай далаға тастай ма? 30 жылда мен сізге айтайын, қаншама мұнай сатылады. Сатылды. Қаншама уран сатылды, қаншама табиғи ресурстар, алтын, мырыш, күміс, соның 1 теңге пайдасын қарапайым халық көрді ме? 1 теңге пайдасын көрген жоқ қой. 140 миллиард долларды офшорға аударып жіберді осы уақытқа дейін. Назарбаевтың билігі. Ол кімнің қалтасында? Ол Дариға Назарбаеваның қалтасында. Ол Тимур Кулебаевтың қалтасында. Ол Машкевичтердің қалтасында. Әртүрлі осы Назарбаевтың айналасындағы топтардың қалтасында. 140 миллиард доллар. Ақшаны аударды офшорға. Жоқ күшті күйлі. Неге сол ақшаны қайтармайды? Неге сол ақшаны қайтарып, халықтың мүддесі үшін жұмыс жасатпайды? 90 миллиард доллар ұлттық қорда жатыр дейді. Сол ұлттық қорда жатқан ақша, ол Назарбаевтың меншігіндегі ақша емес, ол Тоқаевтың иелігіндегі ақша емес, ол осы миллиондаған халықтың әрбір Қазақстан азаматына тиесілі байлық. Әрқайсымыздың үлесіміз бар. Әрбір адамның осы табиғи ресурстардан сатылып жатқан, шетке кетіп жатқан, экспортқа шығарылып жатқан әрбір пайдалы қазбалардан әрбір Қазақстан азаматының үлесі бар. Көру керек соның пайдасын.
Әрқайсымыздың осы ата бабамыз осы жерді қорғап күресті, соғысты, жанын берді. Неге оны ат төбеліндей адам меншіктеп алу керек? Неге оны ат төбеліндей адам қалай жұмсасам өзім білем деп өздерінің айналасындағы адамдарға, олигархтарға бөліп беру керек? Неге миллиондаған халық тікелей осы қаржының, табиғи ресурстардың пайдасын көрмеу керек? Бұл несиелік амнистия жариялау деген, бәрібір бұлар банктерге қазір көмек көрсетеді. 5-6 банкке қайтадан көмек көрсетеді олар. Ал мына несиелік амнистия деген, біз 5-6 адамға, 5-6 банкке емес, 5,3 миллион халыққа тікелей көмек көрсетеді деп отырмыз. Ертең олар мысалға несиесінен құтылса, сол халық, миллиондаған халық, оның қалтасындағы қаржысы, мына несиеге төлеп отырған ақшасы қалтасында қалады. Азық-түлік сатып алады, киім-кешек сатып алады, дүние мүлік сатып алады, қайтадан несие алады, экономиканы қуаттандырады, экономиканы тірілтеді. Америка Құрама Штаттары мысалға сөйтті. 2,2 триллион долларды бөлді, халыққа тікелей ақшаны берді. Ол ақша үйлерінде жатпайды, қойны-қонышында халықтың. Олар қайтадан сол дүкендерге барады, керек жарақтарын барлығын сатып алады. Осылай экономиканы тірілтеді, қуаттандырады. Стимулирование экономики дейді, былай қарағанда. Сол сияқты мына несиелік амнистияда 5-6 адамға бергеннен гөрі 5 миллион халыққа берсін көмекті, 5,5 миллион халыққа. Міне сол нақты көмек болады. Енді біз сондықтан міне осы несиелік амнистия бойынша барлық арыз талаптар тапсырдық. Бір ай уақыт беріп отырмыз билікке. Бір айдың ішінде осы мәселе шешілу керек деп отырмыз. Бір айдың ішінде билік бізге жауап беру керек деп отырмыз. Жауап бергенде жай ғана бір мүмкін емес, болмайды деген сөзді айтпайды. Несиелік амнистия Қазақстанда жариялану керек деген біз талапты қазір көтеріп отырмыз, қойып отырмыз. Және осы несиелік амнистия Қазақстанда жарияланбай, несиелік амнистия туралы мәселе шешілмей, біз күресімізді тоқтатпаймыз. Тоқтатпаймыз күресімізді. Ертең бір ай өткеннен кейін мәселе шешілмейтін болса, халықтың талап тілегі орындалмайтын болса, онда біз митингге шығамыз. Ол туралы мен тағы да айтамын, міндетті түрде айтамын. Қай күні шығамыз, қалай шығамыз, қай жерде шығамыз, қалай ұйымдастырамыз, барлығы міндетті түрде жариялаймыз. Ертең мысалға осы бейбіт шеруге, бейбіт митингге 100 адам, 200 адам емес, 10 мың адам, 5 мың, 10 мың адам шықсыншы осы Алматы мен Астанада. Сол күні халықтың мәселесі шешіледі. Сол күні шешіледі. Мен мысал келтірейін. Осы қыс айларында бірқатар Қазақстанның қалаларында митингілер болды. 170 мың автокөлік, мына Армениядан, Беларусиядан, Қырғызстаннан келген автокөліктерді заңдастырмаймыз деп билік осындай бір заңды шығарды. Өйткені оның табысы жаңағы жекеменшік адамдарға кететін болды. 170 мың адам автокөліктерінен айырылатындай жағдайға жетті. Осындай заңды әдейі қабылдап тастады. Не істеді? Халық көшеге шықты. Алматыда шықты 1 мың адам, Атырауда шықты, Ақтөбеде шықты, әр қалаларда митингге шықты. Нәтижесі сол автокөліктері Қазақстанда қалатын болды. Нәтижеге қол жеткізді ме? Жеткізді. Сол сияқты осыдан бірнеше жыл бұрын мына оң жақтағы рөлдері бар автокөліктердің мәселесі көтерілген кезде тағы да митингілер болды. Мәселе шешілді ме? Шешілді. Міне осындай мысалдарды келтіре беруге болады. Не болмаса 2016 жылы жер митингілерін айтайық. Макс Боқаев пен Талғат Ая мысалға. Сол кезде Атырауды бастап 4 мың адам, 5 мың адам көшеге шықты. Басқа қалалар оларға қосылды осы мәселені көтеріп. Нәтижесі болды ма? Міндетті түрде нәтижесі болды. Мәселе шешілді. Уақытша болсын. 5 жылға мораторий жарияланды. Біз бұл жер туралы да міндетті түрде айтамыз. Бұл біздің күн тәртібіміздегі ең басты, ең маңызды мәселелердің бірі. Сондықтан, ағайын, біз өте белсенді болуымыз керек. Өте мықты болуымыз керек. Бір-бірімізге қолдау көрсетуіміз керек. Қазір мына ақпараттық осындай үлкен бір соғыс жүріп жатыр деп айтуға болады бізге қарсы. Сондықтан барынша өздеріңіздің қолдауыңызды білдіріп отырыңыздар. Біздің осы Фейсбуктағы, Ютубтағы, Инстаграмдағы парақшаларымызға жазылып отырыңыздар. Өйткені бізді ешқандай ресми телеарналар қолдамайды. Ешқандай. Оны біліп жүріңіздер. Тек қана осы парақшалар. Осы парақшалар арқылы біз шындықты айтамыз. Осы парақшалар арқылы біз сіздерге ақпараттың барлығын жеткіземіз. Сондықтан осы YouTube, Facebook, Instagramдағы осы көріп отырған парақшаларыңызға жазылуға мен сіздерді шақырамын. Бір айдың ішінде мәселе шешілмейтін болса, онда барлығымыз бейбіт түрде митингге шығуымыз керек болады ағайын. Барлығымыз шығып,
талапты орындатуымыз тиіс боламыз. Мен өз басым және біздің мына демократиялық партияның бастамашыл тобының мүшелері, жетекшілері, лидерлері әр Қазақстанның әр өңіріндегі, тек қана Алматы, Астана емес, Тараздағы, барлық жердегі, Атыраудағы біз барлығымыз осы халықтың мүддесі қорғалмай, халықтың осы несиелік амнистия бойынша мәселесі шешілмей, күресті тоқтатпаймыз деп шештік. Күресеміз, күресе береміз, тоқтамаймыз. Міндетті түрде халықтың осы талап тілегін біз орындатамыз. Біздің ойлап қарасаңыз, ресурстарымыз өте аз, әкімшілік ресурстарымыз жоқ, адами ресурстарымыз жоқ. Соның өзінде бір 20 күннің ішінде мысалға ондаған мың адамның қолын жинап апару, ол меніңше жақсы нәтиже. Егер біз оны созатын болсақ, тағы да мысалға уақытын қазір карантин болмаса, емін еркін жаңағы жүріс-тұрыс болатын болса, шектеулер болмайтын болса, онда біз жүздеген мың қол жинауға мүмкіндігіміз бар еді. Жүздеген мың адам қол қояды міндетті түрде осы бастамаға. Бірақ біз мына карантинге байланысты, әртүрлі себептерге байланысты ондаған мың адамның, 100 мыңға тарта адам бар. Осылардың қазір қолдарын жинап апардық. Бірақ тек қана осы адамдардың несиесі кешіріледі деген сөз емес, бүкіл халыққа несиелік амнистияны талап етіп отырмыз. Сондықтан біз осы талапты орындатамыз, қалай да орындатамыз, күресеміз, билікке талабымызды қоямыз. Ертең мына эпидемиологиялық жағдай басылған кезде міндетті түрде митингке шақырамыз. Міндетті түрде бейбіт шеруге, бейбіт митингке шықпай, бұл мәселе шешілмеуі де мүмкін. Егер билік мынау жаңағы елдің жағдайын шын мәнінде көріп, жақсы біз мына несие талапты орындайық, несиелік амнистия жариялансын десе, онда бұл біздің ортақ жеңісіміз болады. Ал енді ондайға бармайтын болса, онда біз бейбіт түрде митингке шығуға мәжбүр боламыз. Оның датасында белгілейміз, күнінде айтамыз. Сондықтан мына Нұрсұлтан Назарбаевтың айналасындағы банкирлерге көмек тоқтату керек, миллиондаған халыққа қолдау көрсетілу керек деген бастаманы біз қазір көтеріп отырмыз. Бұл меніңше нағыз халықтық бастама, нағыз елдік бастама. Бірде-бір депутат аузын ашқан жоқ осы пандемияның кезінде, эпидемияның кезінде. Халықтың мәселесін көтерген жоқ. Бірде-бір саяси тіркелген партия аузын ашқан жоқ. Үкімет қайда, премьер-министр қайда, анау комиссияның төрағасы Тоғжанов қайда, Тоқаев қайда? Қайда солардың барлығы? Неге елдік ұлттық мәселелерді, халықтық мүддені көтермейді? Барлығы тығылып отыр. Сондықтан біз қазір осы күресімізді жалғастырамыз. Сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Өйткені халықтық қолдау бұл халықтық мәселе, сондықтан халықтық қолдау болады деп ойлаймын. Осы мәселе шешілетін болса, бұл біз үшін үлкен жеңіс болады. Үлкен нәтиже болады. Өте үлкен нәтиже болады. Бұндай жағдайлар, мына несиелік амнистия деген, ол тек қана Қазақстанда біздің ойлап тапқан шаруамыз емес, ол Грузияда болды. 600 мың адамның 1,5 миллиард доллар несиесі кешірілді. Мысалға, жаңадан келген президенттің бастамасымен, шешімімен. Монғолияда осы 2020 жылы 1 қаңтардан бастап елдегі барлық зейнеткерлердің несиесі кешірілді. Біріккен Араб Әмірліктерінде осындай бастама көтерілді. Оңтүстік Кореяда осындай бағдарлама қабылданды. Бірқатар мемлекеттерде бар. Сондықтан мына Тоқаевтың өзі несиелік амнистияны жасады, бірақ шектеулі түрде, өте қысқа түрде. 300 мың теңгеге дейін ғана несиені кешірді. Ол дұрыс емес. Нақты халықтың мына ешқандай мынау кепілсіз алған несиелері бар, шағын несиелері бар, барлығы кешірілу керек. 4,4 триллион теңге. Бұл кәдімгі ресми биліктің, органдардың беріп отырған статистикасы. Міне осы халықтың несиесі кешіріліп, халыққа бір реттік осындай көмек көрсетілуі қажет деп ойлаймын. Өте қажетті бастама бұл. Сондықтан міне осы бастаманы әрқайсыңыз қолдайсыз деген үмітім бар. Біз қазір жақын уақытта осы ары қарай қандай қадамдарға баратынымызды жариялаймыз. Қазір енді өзіміздің демократиялық партияның бастамашыл тобы арасында жалпы осы бастаманың, осы істің бастамашыл тобының өкілдерімен біз ақылдасамыз және міндетті түрде бейбіт митингіні жариялауға мәжбүр боламыз. Егер билік біздің талабымызға құлақ аспаса, қазір біз күтіп отырмыз биліктен реакцияны. Биліктің жауабын күтіп отырмыз. Кеше бардық Ақордаға, ОМОНның артында тығылып отыр, полицияның артында тығылып отыр. Не керек осындай әскерлер бұларға? Не керек осындай күзет?
Қарасаңыз айналасында жаңағы бір жай автокөлік жоқ, арзан құрзан. Барлығы өте қымбат автокөліктер мініп алған. 200 мың доллар, 150 мың доллар тұратын автокөліктер дізіліп тұр қаз-қатар. Не керек осындай автокөліктер? Мына халық осындай жағдайда өмір сүріп жатқан кезде. Міне, осы билік біздің талабымызды естімейтін болса, естігісі келмейтін болса, онда халықтық митинг ұйымдастыруымыз қажет болады ағайын. Өздеріңіз қолдауыңызды білдіреді деген үмітіміз бар. Сондықтан барынша осы эфирді таратыңыз. Біздің парақшаларымызға жазылыңыз. Пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырыңыз. Рахмет ағайын.